Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Шағымды жаңалық. Астанаға келген жаңаөзендік мұнайшылар Елорда вокзалынан арнайы бейне үндеу жолдап, үйлеріне қайтып бара жатқандықтарын жеткізді. Біз дін аманбыз, жігіттеріміз түгел, ауылымызға аттанамыз. Еш уайымдамай жұмыстарыңызды жалғастыра беріңіздер. Барша Маңғыстау облысының мұнайшыларына алғысымызды айтамыз, деді сол жерде тұрғандар. Айтуларынша, іштерінен 10 адам Қазмұнайгазбен келіссөз жүргізу үшін Астанада қалады. 10 сәуірдегі Жаңаөзендегі Бералы Маңғыстау компания мекемесінің жұмыстан қысқарған 80-ге тарта жұмысшысы Астанаға келіп, энергетика министрлігі ғимаратының алдында наразылық білдірген болатын. Кеше кешкі уақытта олардың полицейлермен қақтығысы әлеуметтік желіде елдің дауына қалған болатын. Бір қызығы, дәл осы митингке шыққан жаңаөзендіктер сонау еліміздің батысынан Астанаға келіп тұрғанда энергетика министрлігінен бірде-бір қызметкер олардың алдына шыққан жоқ. Демек, біздің министрлерімізге халықтың жағдайы қызық емес деген сөз. Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.